Бажалар не істеседі? Бәрін бірге істейді. Бажалар кодексі Жазираның енді жүріс тұрысы көп қыдыратын ғой, енді көп қыдырады. Үйде от мені айтайын жатсың ғой. Мен бар ғой бұл проектке ақша үшін жарайды деп айтқам негізі ше. Жазира, у тебя ничего не получится деп те ужасно. Боже, как стыдно. Можно мои личные отношения не обсуждать? Сәлем достар, бұл Қарапайым подкаст, Қарапайым каналында. Бүгін жүргізуші мен Ұлбосын Шалқарова, және де бізде қонақта керемет, талантты, сұлу Бажа сериалының актрисалары Фариза Ескермес, Жазира Еркін. Рахмет. Және Ұлбосын Шалқарова. Иә. Бірақ бүгін мен ведущаемін. Себебі бұл подкастта біздің қонақтар, точнее, бір-бірін артын ашатын әңгімелер айтады. Жазира, держись. Сол себепті мен бүгін жүргізушімін, себебі мен екеуімен ұзақ көп араласпаймын, мені шеттетеді, өздері Балиға барады, менсіз Балиға барады. Біреу саған бала ту деді ма? Да, жүретінмізсің ғой бізбен осы. Сен өзің бұл олжаспен жүрген. Сондықтан да қыздар, қызықты әңгімелеріңізді айтып берсеңіздер бүгін, бірақ басында бір-біріңізбен қалай таныстыңыздар? Бір-бірімізбен қалай таныстық? Фаризамен? Кастингта таныстық. Бажа сериалының кастингында мен Босямен де, Жазиркамен де кастингта таныстық. Ол кастингтыққа маған съемкаға бір апта қалған кезде звондады. Кім болған еді? Кастинг директор ұмытқан. Потому что біз таппай жатырмыз Бануға. Кім шақырды, я не помню. Мен де ұмытып қалдым. Еркебұлан деген жігіт, по-моему. Не помню. Еркебұлан Жайсан ба? Сосын келсем бәрі отыр екен. Сендер жоқсыңдар бірақ. Айжанға көрді мен бірінші. Айжан Босяның рөлінде. Айжанның рөлінде. Сосын айтты, жоқ Айжанға кім айтты? Ақылақ айтты. Айжанға Бося болсын, Фаризаны Бануға көрейік. Сен нетсейш деп сол кезде сөйтіп әйтеуір келесі күні біз читкаға жиналдық, Иә. Келесі емес 2 күннен кейін. Сөйтіп мен утвердили, потом читкаға келдік, и сол кезде Басталды. Таяқ жерге тасталды. Бізді негізі бірінші бекітіп қойды ғой. Негізі Мені біз сені соңында шектету керек бекітіп еді. Біз негізі сені шектету керек еді. Негізінде маған Банудың рөлі қатты ұнаған еді. Бануға өткім келген мен негізі. Более характерный болғаннан кейін. Бірақ Айжан болды. Ладно. Бірақ жақсы. Мына Мираның рөлін берген кезде енді бұл жерде түсінікті ғой, енді 3 түрлі әйелдің персонажы. Бірақ мен Марат Алғазиннің әйелі ойнайтын мақпан кет. Да? Мен бар ғой бұл проектке ақша үшін жарайды деп айтқам негізі ше. Да. Саған жақсы төледі ма не? Менде вообще ақша болмады ол күні. Короче, маған срочно ақша керек болды. И сонымен мен айттым да, короче, осылай. Сөйтіп ақша үшін жарайды, пофиг. Мен даже оқыған жоқпын, короче, Сценарийді оқымадым. Сендермен танысып, жаңа ол кезде Кеша мен Маратпен де қатты вообще сөйлеспеген ешқашан. Қызықтаймызға бір рет барғанбыз Джайранның кезінде. Сол кездер сендермен танысып, читканы бірінші рет оқып отырмын сол жерде. Сендермен бірге. Сол кезде таныстық. Күшті. Сол кезде лифтте көрістік қой. Сен бар, мен. Ана читка бітті, бүйтіп сәл андай ыңғайсыздық болып ше. Иә, әлі бір-бірімізге үйрене алмай. Сол кезде сен еще айттың. Сен өте общительный болдың ғой. Мен жабықтау болдым. Общительный ма? Иә. Мен жабықтау болдым, я помню. Мен, в принципе, жабықтаумын негізі ше. Сразу танысып деп кете алмаймын. А ты прям открытая был. Қыздар, бір жаққа барамыз ба қазір читкадан кейін? Деді, я помню это, да. Бір жерге бардық па? Я, бір жаққа барамыз да, может, бір жаққа. Қайда барасыңдар, қазір қандай план? Я такая думаю, ладно, үйге бара берейін пока.
қазір съемка басталсын сосын көреміз. бірінші Ну, оказалось очень бізге классно. екінші шанс беріп бізбен араласып кеткеніңе Рахмет. Фариза. Вообще Бажа это проект, который народный проект, реально. Иә. Кеше айттық қой, халыққа өткен, прям халық болып көрген проект. Иә. И бүкіл қалалардан көрген сондай масштабный такой сериал болды да, негізі. И не просто вот телеканал, а вот интернет, YouTube, там, Instagram, TikTok, бүкіл жерде. шынайылық бар ғой, өмірдегін алынған ғой бәрі, сол үшін мне кажется қатты өтіп кетті. Да. Еще Особенно ана Банудың рөлі. еще андай бажалар бір-бірін іздеп кеткен сияқты сол уақытта. Бәрі бір-біріне сондай бажаларым болса екен деп кеткен Ашылып сияқты. па? Иә. Махаббаттан. Менде, короче, мынандай болады. Сен ол кезде барсың ба, білмеймін, съемочный площадкада. Сол неде, саунада түсірдік қой. Саунада түсіріп Бірінші, жатық. иә. Иә, бірінші күні иә сол? Бірінші күні болды, кажется. Иә? Білмеймін, иә, саунадамыз, короче. И біреу бүйтіп телефонмен видеоға түсіріп жатты да. Сосын почему-то мен кішкене еркінсіп қалдым ба, или тезірек үйреніп кеттім ба сендерге. Фаризаның Аяла мен, есімде мен бармын. Даже мен лестницада тұрдым ба? түсірсің ғой, лестницада түсірдіңдер иә, ғой. сол өлеңге мен типа енді стебусь, короче. Иә. Лестницада бүйтіп түсіремін да. И прикол ұстап уже отметить чүк-чүк салам да. Потом думаешь, да? И сосын ойлаймын ғой, мына қыз деген вообще сөйлеспей қоймай ма мен келсем деп ше, біз енді білесіздер ғой, енді өзара қатты әзілдесеміз ғой, қазір уже. Бірақ ана кезде шамалы түсінбейсің ғой. Деп ана Фариза бүйтіп, ты меня отметила, да? Деп бүйтіп ашты да. Деп просто андай монотонно қарады да, мен просто ана прикол ұстағаным ғой деп. Жоқ, просто ол не ғой деп ше. Фариза тұрды, да, я поняла деп. Потом ойлаймын, неменеге жетісіп түсірдім соны, не барады деп қоямын ғой. Бірақ одан кейін мы сблизились. Мұздағаннан кейін моншаға бардық. Моншаға Шаршап, жаңа шай көрдік ішіп бір-бірімізді. Веникпен ұрып бір-бірімізді. Фариза негізі былай полиция ету керек деп маған мені нетіп жатыр ғой кәдімгі Күшті біледі, иә? Күшті біледі екен, иә. Күшті біледі. Маған да негізі орыстардың несін білген осы қыз негізі. Фишкалар. Баня, русская парилка деген. Сен маған үйреттің соның бәрі. Содан кейін ғой Андрейге деген. Сол. Ұнап қалған ғой баняға түсу десей. Мынандай ситуация болады, мен айтып берейін. Иә, Жазира бастасыншы қазір. Жазира содан кейін ашыласың сен. Шыққаннан кейін қырылу жоғынан. Мен осыны әдейі ұйымдастырдым, екеуің араласпай кету үшін десең. Көре алмай ма? Көре алмай. Жоқ, короче, мынандай болады. Бажаның съемкасы басталды. Енді сен білесің ғой, әңгіме осыны халыққа айта отырайық. Бажаның съемкасы басталады деп айтады бізге. Содан графикті білеміз примерно осындай кездерде. Ештеңе алмаңдар дейді да бізге продюсер. Ешқандай проект алмаңдар дейді да. Сөйтіп мен бір реклама алып қойғам. Осы жылы ма? Иә. Сен мені айтайын жатсың? Иә. Соны мен продюсерге звондап айтамын, аға, осы күні менде реклама бар десем, қатты ренжіп айтты ше. Жазира, ты че, взрослый человек, мен саған айттым ғой дейді да, неге кетіп жатсың? Ладно дедім да, на рекламаны атымен жасадым. Соған, яны басталады, мені басталады, басталмайды, короче, съемка. Түсінбеймін ғой. Сөйтіп күндер айтады, Марат ағалар айтады. И, короче, там Фариза подводит. Не қалай подводит? Там, короче, проект алып тастаған анау-мынау. Мен ол әңгіменің бәрін білемін да, бірақ ол мен құрбым болғандықтан мен түсіністікпен қараймын да, типа, айтады да, Жази, короче, мынандай проект келіп тұр, по идее күште. И мен айтамын, иә, конечно, қатыс, давай, ананы тал, Нурикам алтта түсіріп жатыр. Мен давай деймін да, и мына жақ маған андай әңгіме айтады да, бізді подводить етіп жатыр ғой, типа, ол проект алып тастаған. Мен екі ортада күйемін ғой андай. Не анаған айта алмаймын, не мына жаққа иә болмайды ғой деп қосыла алмай тұрмын да. Сонымен, короче, Фариза үшін бізде біраз уақыт шегерілді. Негізі, иә. Но все к лучшему десей. Все к лучшему, потому что Фариза қанша проектте главный рөлға түсті да. Ол кезде ж. По идее, біз андай
шөлдеп жүрміз ғой Уже на негізі, самом деле, жолбалаш. да, на самом деле Бажа проекции, вот я попросила у всех прощения уже за то, что проект, за то, Ты что снова начинаешь здесь. за то, что ұзарып кетті ғой съемка, 2,5 ай ұзарып кетті ғой вообще, Иә. сондай бірдеңе болып кетті ма, тез 20 күннің ішінде түсіп тастайтын проект қой негізі, а мы как-то вот на самом деле, да, менің де кесірім болды, но ауырып қалдым ғой мен еще. Иә, сен ауырдың ғой. Жестко ауырып қалдым ғой, мен кәдімгі жаман ауырдым. 2 түрлі антибиотикпен өліп қалар жаздадым кәдімгідей. Канадаға ұшып кетті сосын кім, Кеша. Ол үшін 10 күн күттік тағы. Иә. Сондай неше түрлі ситуация. Короче, я себе в какой-то момент мне кто-то подходит и говорит: Фариза, сен жаман ренжулі бәрі саған. Сен жұлдыз аурумен ауырып жүр екенсің ғой. Сен қатты өзінше болып кетіпсің ғой. Сен все, сен черный списокқа тығып жатыр сені. Дейді, короче, ё-моё. Я такая. Енді ты серьезно тогда айтып жатыр, да? почувствовала? Серьезно айтып жатыр, да енді? Бәрі ренжіп жатыр саған. Ақылаға да ренжіп жатыр. Марат та, Кеша, Олжас та. Бәрі ренжіп жатыр. Фариза, жүрғаны ұл болсын 9 айлық уже беременная. Сен не деп маған сөйтіп ұрысып жатыр, да? Я потом думаю, ё-моё. Ана жақтан ба-ба-ба, ба-ба-ба. Мына жақта дәстүр кетіп жатырмын. Ар жақта анау қалды вообще, где я пела же, жұлдызды жұп. Ол қалды жаймен ше. Мына жақта құлағым мен жынып кете жаздадым. Мен тойым болды ғой ше, мен үйлендім ғой ше. Иә. Мен тұрмысқа шықтым. Мен өзімнің тойымнан жүгірдім чемодан жинауға ше, сол күні прям. У меня был такой насыщенный период в моей жизни. И в какой-то момент мен келдім да үйге келдім да жыладым. Я всех ненавидела. Вас, пацанов, всех на свете, Пошли всех все на киношников. день, Я просто думала, в чем моя вина? Ну, типа, я заболела раз, мне точные даты никто не сказал, 2. Сонда неше түрлі нәрсе болып кетті, да, жылап. Андрей! Спасательный круг. Да, и потом на следующий день күшті болып қалдым да, сосын. Я поняла свою ошибку. Я реально поняла свою ошибку. Сосын бәріне звондап, келіп, площадкаға келіп. Менің де ошибкам бар, да, потому что. Сосын жігіттерге айттым, блин, жігіттер кешіріңдер. Потому что капризда көп болып кетті, менде гормональный сбой болды ол кезде вообще. Қатты прям, витамины упали, анализы ужасные. Мне сказали, тебе вообще нельзя беременеть. Пока стоп, типа. Я смотрю, у меня ужасный анализ, мне шашем все, я лысею, спереди волос не осталось. Я думаю, елки-палки, что происходит вообще? Что это такое вообще? И все, что я заработала, просто на лечение. И вот обратная сторона. Обратная сторона, да. Востребованности, да? И что с меня уляну? Стоп, ладно. Я лучше признаю свою ошибку, что я реально дура, которая взяла 3 проекта сразу. Не, ну знаешь, как дура. Үш проектті Ты қазір же- сразу алсаң, ну реально быт боласың. өзіне просто Өзіне. қиын Шауқатым жасады да, жетеді иә. деп ойлап қалдың ғой сен, Иә. бір андай ол жерде құныққандық емес қой. Иә. Я помню, как ты Нурикамалды алатын кезде ойланғаныңды. Мгм. Жазира вот қараш бірдеңке там бізбен бөлісіп, всегда ақылдасып жүрдің ғой. И сол кезде сенде бір андай ішкі түйсігіңнің қалауымен алдың ғой сен ол жобаларды ше. Мгм. И- Ну, я помню твою поддержку. Мен сразу Жазираға звондадым, да? Жазира осылай. Фариза, типа, держись просто, деді маған сол звонокта. Сен, ты справишься. Білесің ғой бұның бәрін бітеді. Потом Иә. все будет нормально. Ты же знаешь. Кстати, Я бәрі думаю, да. уақытша ғой съемка кезінде. Иә, сөйтіп маған сол сөзді айтты Жазира, и я реально думаю, все элементарно, все, короче. Сонымен жақсы болып кетті, я бірақ қиын болды, вот реально зрителям просто хочу сказать, что кино снимать это офигеть как труд, вообще большой труд. Мгм. Морально тоже и физически. Сол үшін балияға 1,5 айға кетіп қалдым. Су ішейікші. Сен ақталып Қой, шықтың онда енді. мен Жазира туралы бастап айтатын берді. болса айта бер, мен стойкада тұрмын депші. Бәрін есіме түсіріп жатырмын десең. Даже вот действительно не айтарың білмейсің. Фариза, Да. қанша гонорар алайын деп сұрайын деп жатсың Е? сен деп маған звондайды бір күні. Сен, Фариза, короче, Давай давай битеміз. Босяға звондайық қазір, групповой звонок қылайық. Айтайық мынандай сумманы. Бәріміз бірдей алайық. Бәріміз бірде алайық та, прям заряжать етейік та. Уже екінші сезонға түсіп жатырық қой уже. Вообще біз уже сұрауға болады ғой. Кішкене
квартира алуға кішкене әрекет етейік та, Фариза. Я говорю, давай, давай. И Фариза такая. Я. Сөйтіп ақылға үшеуміз де орнымызға қайттан звондайды маған ақылға звондайды. Фариза, один вопрос, гонорар қанша? Я говорю, ақылға, ну вы же понимаете, да, меньше 10 миллионов я не могу. Ары қарай айтпай ақ қояйын. маған бүйтеді не народный артистер сияқты сұрап жатсыңдар сендер. Он говорит, о маған соңғы болып звондады ма, в общем, түсінбедім. жоқ маған ең соңында Сендер үшеуің не келісіп алғансыңдар ма? Я думаю, елки-палки, ана екеуі айтып қойып. Жоқ, аға, а чё? Короче, сентябрьда съемка, ничего не знаю, приступайте, рассчитаемся. Қыздар, блин, айттым ғой. үшеуміз де бүйтіп түсінбеймін. Бізден басу керек еді, ладно айттым ғой. кеттік істей берейік қанша алатынымызды білмейміз деп. После айтады ғой, жан мен қанша алатынымды білмеймін, сен ше дейді. Мен де білмеймін. А мен білем бірақ. Мен за берегу решать етіп алдым бәрін. Жоқ, на самом деле, это мой любимый, один из любимых проектов. Пожалуй, өте родной проект қой уже бәріміз. Иә. Кстати, басқа проекттерде мен бұлай араласып кетпеген, то есть Да? кез келген проектте бұлай мен араласып кете алмаймын адамдармен. Менде, кстати, Сем, сосын кетем, иә. Да. Иә, сондай. Мен араласа беремін, мақұл. Араласам, но менімен араласпайды десең. Мен, кстати, бәрімен араласасың ғой, бірақ былай тесно. Жоқ, сол проекттен кейін да, мысалы, проект кезінде иә бәрімен жақсы араласасың ғой. А проект біткеннен кейін қайтадан былай көп араласа бермейді екен. Так, Фариза, дейсің ғой, тағы не айтсақ екен? Мынандай болады, короче. Фаризаның үйлену тойы күйеуге шығайын деп жатыр. Сосын творческий номер дайындаймыз ғой қыздармен. Ән жаздыратын боламыз. Арамызда тағы құрбыларымыз бар. Айзат Құрманәлі деген оратор қыз бар. Иә, ол Мені шақырмайсыңдар. Мені шақырмайсыңдар, әйтпесе дауыс бар ғой, жоқ емес. жоқ, жан сен андай ішіңмен қиналатын шығар десем, тойға келіп жарып тастағаншы, кукушканы айтыпшы. Біз деген сүміретікте қалдық қой, ана шығарған әнімізбен. Сонымен ән шығаратын боламыз. Қыздармен ақылдасып, кішкене текст ол жазып жібереді. Мен ол текстті редактировать етемін. Сөйтіп андай Айзат жалпы өзі адамды ренжітпей көңіліне қарап сөйлейтін адамда. Ана өлеңнің сөздері вот настолько безобидный, что аж скучно, короче. Андай доброта, да? Ирина Кайратовнаның Айдаһарын шығарамыз ғой. Сөйтіп мен айтамын, Айзат, давай қосайық шамалы, грубостьтар деген сияқты шутка ретінде. Полный астыртсам ғой, ана өлең тыңдасаң бір подругаңа емес. Ана қырылып жүріп шығарған ән сияқты да. Иә, есімде. Сөйтіп ана жері бар ғой. Меня зовут Андрей. Меня зовут... Ой, қалай еді оригинал? Бека. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня Бек деген жерін. Біз бүйтеміз ғой. Меня зовут Андрей, но все меня зовут Борщ деп шығарамын ғой. Ойлап, әке-шешесінің көзінше тойда бәріміз. Иісін шығарамын да, қыздарға группаға жіберемін ғой. Қарашы мынау күшті өтеді деймін ғой. Жазира есің дұрыс па дейді да, Айзат. Сен Москвада неге тойып келгенсің ғой, шуткаларға. Жоқ енді андай ғой, типа, ештеңе жоқ қой депші. Это же, андай, как бы бұғау сөзде емес, но как стереотип, да, типа, нормально же деймін да. Бірақ өзім ойланып қоямын. А что если бы на мою свадьбу вот так спели, деймін да? Онда мен басында айтатын едім деймін да, типа, қыздар, если что, менің күйеуім там шутка көтере алмайды. Жоқ, Андрей күшті көтереді шутканы. Андрей күшті көтереді. Бұл еще маған газ беріп қояды ғой. Смело, давай, істей беріңдер, главное, күшті болса болды дейді. Ойбай, давай деп, борщ деп істеймін. Әбден записқа келген кезде, ана бір подругам айтты, екіншісі айтты, үшіншісі айтты. Бәрі не очень деп жатыр, а мен почему-то сезіп тұрмын да, қыздар, мынау кайф депші. Сонымен запись студияға келіп, запись жасап жатсам, звукорежиссер айтты, извините, можно паузу дейді да? Да, что такое? Обязательно говорить борщ дейді да? Я говорю, а что? Он говорит,
мне кажется, группа дейді да. Уже ана бөтен адам иә айтқаны маған вообще қатты секетті ше. Андай мен походу действительно Как бы қуып там кеттім деп. понимаешь, что тойда әке шешесі Иә, отырады енді понимаешь. қонақ да? енді қонақ адам ретінде айтып отқан Вообще негізі сол Андреймен история. Ну помню, біз бажанның бірінші часть айт слышь. перебила, Айт да? слышь до Давай, конца. давай. Сонымен короче ана кісі маған себепкер болады да. Мен Айзатқа звондаймын. Айзат ауыстырсақ ауыстырайық, не деп ауыстырамыз десек, кім Фариза Андырбай деп айтады ғой, Андырбай деп қояйық дейді. Сонымен меня зовут Андрей, но все зовут меня Андырбай дегенге ауыстырамыз ғой. Сонымен уф дедік қой, ананы айтып біткенше уайымдағанбыз. Сондай, короче, секрет Ну, болған классно. бәйде. Классно, Да. тиктокта да я прям смотрела, капец. жоқ андырбай деген күшірек болған сияқты чем Да? Что Ну ладно, свадьба пошла я в была? жопу, Я конечно, со именно своей свадьба идеей была. борщ. Да. Вообще мені түңілтуші жерінде. Свадьба күшті болды, я прям. Что ты рассказывала про... По поводу вот біз бажаның бірінші частін түсіріп жатырмыз, 22-ші жыл ма, 21-ші жыл ма? 22-де 22-ге шықты. иә 21-де түсіріп жатырмыз. Біз Андреймен жүріп жүргенімізге ол кезде бір жыл ғой. Бір жыл жоқ әлі. Где-то 7 ай ма сондай. И Андрей звондайды ғой маған. И мы едем. Съемкада. Съемкада, иә. И қасымызда жаңа Марат, Кеша болды. Бәріміз бір машинада болдық әйтеуір. Или мы сидели кушали, я не помню. И сол кезде Андрей звондайды маған. Андрей деп жазылып тұр да, и сердечко тұр. Сөйтіп трубканы алып, да, Андрей, привет, общаюсь. Сөйтсем, ана Марат пен Кеша бір-біріне бүйтіп қарады да, маған бүйтіп қарады, короче. Сосын трубканы қойып, сөйлесіп бүйтіп, қайтадан тамағымды жеп отыр едім. Фариза, сен сонда Андрей деген жігітпен жүресің ба? Дейді да, короче. Енді аға ретінде енді уайымдап қазақ қызы орыс жігітпен жүр ма деп сұрақ қойып отыр ғой. Я говорю, да, орыс десем. Орыс! Кеша білесің. Кеша! Не істеп жүрсің сен? Қуасың ба сен? Короче, они начали мне, типа, орыс емес. Жоқ, тоқташы, Фариза, серьезно орыс па? Дейді да маған бір уақытта. А біз уже 10 күн түсіп ана, ну, бажан сериал. Я говорю, действительно орыс, а что такое? Жоқ, просто жүріп қоятын шығар деп прикол ұстап отырмын. помню сендер сол кезде бір моментте ұрысып қалдыңдар иә Андреймен ұрысып қалдыңдар типа Иә. мы расстались деп сөйтіп не қылдыңдар сөйтіп о жала қуанған есімде Иә, сондай болды. Сөйтіп, короче, кейін тойға шақырдым ғой енді, 3 жыл өткеннен кейін. Андрей екеуміздің тойымызға шақырамыз деп. Келем, все. Келеміз обязательно. И сейчас они прям классно общаются. Реально, өте жақсы. Өзіміздің прям. Просто Бала знаешь, ой, сол агрессияның барлығы танымағаннан шығады деп Танымағаннан ойлаймын. шығады, көбінесе, иә. иә. Өзімізде мысалы инстаграмнан біреуді көріп, мына не қуып жүр деп келесі күні бір жерде таныссаң, негізі жақсы адам екен деп шығасың ғой. Сол секілді адамның жаманы жоқ қой, просто жаңағы танысып біліспегендік көп ой Қалай қалыптастырады. кетті деймін да, мысалы, Бося тоже Олжаспен жүріп кетті да, Олжаспен как-то біз мошенники. Это же все в одно время было вот так вот. да Типа, бәрі бүйтпейді. Еще бәріміз бір компашкамыз ғой негізі. аха Қалай бәрі тез болып кетті деймін да. біз олжаспен бәріміз қызық премияға неге бардық қой Астанаға ой наурыз премияға Наурыз премияға. иә астанада и папта отырдық қой неден кейін премиядан кейін сол кезде бастадық и жазираның айтқаны бар Біз ол кезде бәріміз отырдық қой. иә бір бірімізбен бүйтіп сөйлесіп отырдық қой Мен ол кезде, у меня даже подозрения не было, что Олжас Нұрбай и Ұлболсын екеуі бір-біріне. Мен айтсайшы. олжас маған типа әңгімелесіп деп бүйтіп сөзге тартып жатыр Біз столдың басында отырдық қой, хотя. иә сөйтіп жазира у тебя ничего не получится депті олжасқа Сен кірсің, жер меня кірсесің? Жоқ. Не, я объясню. Все, у тебя ничего не қазір получится. күледі ғой у тебя ничего не получится екі қабат кезінде ше Короче, былай болады. Жоқ, почему Ол тебе жерде- Олжас не нравился настолько? Премия бітеді.
ол не нравился да емес қой мәселе. Бәріміз қанша жылдан бері араласамыз, ол рас. Мені 18 жасымнан танитынбыз, да уже кенты же. Әзіліміз тек көтереміз басқа. Содан жаңағы Олжас, премиядан кстати, шығамыз. сейчас режиссер второго Бажа. Иә, Бажа 2-нің режиссері Олжас. Нұрғайып, сіз жақсы көреміз. Жақсы ғой. Короче, мынандай болады. Сен, получается, оған дейін жүрген қыздарын көрген Жоқ, ойбай, айта тұр, ол жаққа емес. Ондай артық кетпе деп. Короче, жаңағы премиядан шығамыз. Бәріміз папта отыр, ана гүжілдеп. Сосын Олжас, мне так просто показалось, что я уже чувствую, что Босяға бір көңілі бар, бірақ қандай көңіл екенін түсінбей тұрмын. Сен, может, ойлап тұрсың, может, поверхностно тебя. Иә, мен солай ойлап қалдым. Потому что мен Бося қасымда отырды, сол вечерде танысқан жоқсыңдар ма? сол кезде сөйлестік. Оған дейін бір рет көргенбіз. Былай бір-бірін біледі, но поближе начали общаться, и Бося кәдімгідей бүйтіп отырды, андай қысылып шы. А Олжас такой этот советский нелерін істеп жатыр ғой, в общем, өзіне қаратып шы. И я вот так смотрю, думаю, Олжас, типа, ұялмайсың ба деген сияқты бүйтіп қарап тұрмын да. Мынау дұрыс қыз деп, Бося шығып кеткен кезде айтып отыр, Бося деген күшті қыз, ты давай смотри, говорю. Он говорит, я понял, дейді да. Я говорю, что ты понял, не надо так. Десем, нет, подожди, деп, өзі де сасқалақтап. И, в общем, я вот так смотрю, и просто за Босю начала переживать. Мен ойлап отырмын, Это хорошо. Андай, просто ырымдап Использовать отыр еткісі екен келіп деп тұр, ше. типа. Бірақ мен Олжастың никогда бір ондай қылығын никогда көрген емеспін. Просто я за нее начала переживать, может, ты и права, қай жаққа араласып жатсың деп ше. И я Олжасу говорю, у тебя ничего не получится. Говорю, тиспе деп ше. Проходит время, жазим, тойға кел, ұзату болады. Шымкентке келе аласың ғой? Иә. Кімге келе шығасың? Сен оны танисың. Кім? Ты будешь в шоке. Кім еді айтсайшы? Олжас. Ой, что? Как так? Ну, то есть, знаешь, как мне было стыдно? Да ладно, это ж прикол. Жерге кете жаздадым. Жүргенімізді айтқан жоқпын. Жоқ, сен сол жүрген кезде айтып жатырмын ғой. Жүрген кезде айтады. Мә, енді Олжастың бетіне қарап көр осыдан кейін. Ну, то есть, Олжас звонит маған, прикинь, предложение жасады Таиландта, Босяға. ага. Екеуі бір жарты жыл жүрдіңдер ма, жүрмедіңдер ме? Бір жыл Иә, жүрдіңдер ма? жарты Сосын жыл. сразу жасады ғой предложение. А Андрей маған 4 жылдан кейін жасады. И то позже, понимаешь? Олжастан кейін жасады. И сөйтіп маған Олжас звонит Таиландта. Прикинь, видеозвонок звонит. После предложения. Фариза, что там? Кольцо бар уже. Андрей саған қашан предложение жасайды дейді. Андрей рядом сидит. Но он не думал, что Андрей рядом. Да. Андрей рядом сидит и слышит все это. Андрей тогда готовил уже кольцо. Вот через 2 месяца же сделал после этого. Да. Вот, сен оған тимей ақ қойсайсың, ол саған 4 жылда жасамаған адам енді 5 жылда жасайды деп ойлайсың ба? Хорошо, что Андрей не понимает казахский. Он просто не понял. Олжас өзі де араласады екен ғой, блин, отношениесі. Так что все нормально. Олжас прикол айтты, просто приколный. На самом деле ол несі жақсы да, көңілі просто әдейі прикол ұстап тұр ғой. Бір жағынан ол да мені аға деп тұр ғой енді. Ағасы 4 жылда ретінде. жасаған. Неге жүріп саған предложение жасап кішкене нетпей ма? Деп өзінше не переживает он. Он из хорошего. Посыл у него хороший. Сөйтіп Андрей, бірақ кішкене шет жағасын түсінді Андрей. Деп Андрей жүріп. Сөйтіп Таиландта жасады ғой. Сөйтіп 2 айдан кейін Андрей маған Мальдивада жасады. Лучше қылып жасады. Сосын мен Олжасқа звондаймын ғой, прикинь, видеозвонокпен. Олжас, Мальдивы! Ой, блин, это было прикольно. Считается, дейді Олжас. Такие хорошие у нас отношения, да? Да, бір жаман нәрсені айта алмайсың деші. Иә. Да. Сонда да айтып көрсеңдерші енді. А я Бірдеңе полгода айтсаңдаршы. извинялась за вот это слово, потому что, короче, Шымкентке келіп тұрмын ғой, гостиницадамыз. Кім ол болсын, дайындалып жатыр ұзатуға. Тіпте Олжас кіреді да есіктен. О, Жазира, добро пожаловать. И вот так рядом с Босей стал. Ничего не получится, говоришь? И мне стыдно, анау мен ұялғанын сезіп тұрып, и құрсын
бәрі шутка ғой, бәрі нормально дей салмайды ғой олжас тұрып. Куда? Стыдись, говорит, стыдись. Какая еще? Үлкен той болатсың, вообще, говорит. И каждый раз мне говорит, видела? У меня ничего не получилось. Я говорю, Олжас, кетер уже, надо, я говорю, забыли, все, прикол же, все. иә олжас жақсы жігіт Да, прикол Ол болды. сөйтіп тисе береді. Тисеп енді Иә. ол тоже бір сыйластығымыз деп ойлаймын. Вообще мен негізі Бажаның екісін Олжас түсіреді дегенде қатты қуанып кеткенмін. Вообще негізі сен помнишь айтып едің ғой? Оның алдында Оның алдында айтқансың, Олжас түсірсе екен, айтшы Олжасқа түсірсінші деп. иә, Иә? потому что мен мошенникиді көргеннен кейін, сосын қораға кірдікті көргеннен кейін ойладым, ё-моё, Олжастың Сәке, проектісіне, иә. скорая я То есть все его вот ана проекты последний очень уже нелерінен кейін маған мынандай ой келді да, біздің проект неге осындай болып шықпайды деп ше, андай деген сияқты, ну какой-то эффектный, атмосферный, қатты ұнады да жұмыстары. Сол кезде мә Олжас түсірсе екен деген, просто я мысль вот эту закинула, потом Олжас болады деген кезде деп қуанғансың ғой, ё Олжас крупный алып тұрса андай уверенно тұрасың да, мен жындалып жатыр деп ше. девичник осы жазда былтыр жазда менің девичник болайын деп жатыр тойдың алдында девичник сөйтіп Андрейде мальчишник сонымен Андрей айтады да девичникті кім ұйымдастырады мальчишникті оның досы бір Айдос деген я говорю менің девичнигімді Жазира ұйымдастырады она мне смотрит почему Жазира я говорю а что такое и ол бүйтіп айтып жатыр да ну типа Жазираны енді жүріс тұрысы көп қыдыратын ғой енді көп қыдырады үйде отырмайды Типа қатты кетіп қалады. иә сендер точно ну типа неше түрлі нәрсе ұйымдастырады ол короче дейді да сендер одан да бір караокені снимать етіп индийский стильде жасасаңдаршы дейді да короче он мне подкидывает там индийский стиль я говорю слушай говорю а что ты мне доверяешь я говорю нет доверяю вообще жасай бер хоть как нормально типа жасай бер Я ей не доверяю. Фантазиясы мықты деп тұр ғой, примерно. жоқ енді Жазираның қалай аттың басын жіберетінін көрген ғой Иә. көрген ғой еще я говорю қасында бірақ Айзат болады дедім о тем более типа Айзат екеуі болады деп ше сөйтіп едім блин деп сөйтіп короче потом Балжан олар енді бойдақ қыздар ғой енді жігіттері жоқ ол кезде қазір де жігітің жоқ иә сенің деп бетіңді ашып жіберейін недавно рассталась Бетіме басыңдар, иә, рахмет, иә. сау болыңдар. Ертең Біреуің отырып предложениені айт, жігітің жоқ, иә. болады Еще Андрейге ертең жексің, отырып Олжасқа жібер. жексің. Бопты, давай. Қойыңдаршы деп. Сосын сөйтіп короче бірақ мен в итоге бәрібір скромно жасадық қой ештеңе болған жоқ ол ойлады короче что Стриптизерлар енді тыңда. Вот сейчас Фариза подтвердит, менде негізі қандай идея болды. Сондай идея болды. Мен бір қаланың сыртында бір не бар, домик бар да, банясымен. Соны жалдап, андай рухани нелер болады ғой. Ретрит сияқты ма? Ретрит, сондай бір нәрселер жасап, андай, короче, бір құрбым бар, орыс қыз, Вера деген құрбым Москвада отырады. Соның девичнигі болды да, сондай өтті да ол. Кәдімгідей андай әйелдік өмірге деген қоштасу ретінде өткізді да, жаңағы шөптердің бүйтіп иісін иіскеп, андай, ну, өмірге деген қоштасу. Енді өмірдегі новый этап деген сияқты ше, банная церемония болды. Сосын шөптерден шай ішіп, мен идеям сол болған негізі ше. Содан қайдан білейік, ол Андрейдің басында ол вообще басқаша да, короче. И мен всегда айтамын да, еще біз Балиға бардық қой, бір апта бұрын Балидан келдік. Мен айтамын да, Андрей, бұл біздің медовый месяц негізі. Медовый месяцте қайда барамыз? Балиға барамыз. Все, Бали. И бір уақытта біз корпоратив жасаймыз, тайный санта жасаймыз, короче, Новый годтың алдында. Балжан Бидаш, Жазира Еркін и кім? Айзат. И мен төртеуміз. Балжанның үйінде. Қатты қуамыз ғой, кәдімгі қызық болып жатыр да, прям. И сөйтіп жүрген кезде таңға дейін отырамыз ғой. Таңға дейін отырып билет алып қоямыз ғой. Мына қыздардың бәрі билет алып қояды ғой, Балиге. То есть қуып отырып билет алып қояды да, короче, спонтанно. Сөйтеді да, келесі күні все, у всех билеты. У нас уже чат, Бали деген чат. Бір айға ғой. Ойлашы, 4 январь
билет обратный билет 4 февраль алып тастағанбыз ғой. А это, чтобы ты понимала, это медовый месяц наш с мужем. Сөйтіп мен үйге келемін де дір етіп бүйтіп ше. Айта алмаймын. Андрей, у меня новость. Қандай дейді? Балиге менің подружкаларым да баратын болып отыр. Қандай подружкаларым? Жазира. Еще Балжан. Еще Айзат. Деймін де, короче, шок қояды. Что вы делали, дейді. Мы праздновали Новый год и спонтанно купили билеты на Бали. Типа, это вот. Бірақ күшті болды. Бірақ Балимен бір аптадан кетіп қалды. Жазира. Тастап кетіп қалды. Подруга, видишь, какая. Күйеуім бар, мен мысалы Фариза ішсе кішкене енді ішсе дегенде вино ішіп алса Ана, тынбай английский сөз ағылшынша сөйлеп кетеді екен. біз, короче, Бауын байлатып, аяқ киімін бауын байлатып. иә, болды. Сондай сияқты әңгімелерді айтсын. Жоқ, мынандай, короче, мен ой историяны басын ашып айтып берейін. Бізде, короче, Бажан съемкасы болып жатыр Қапшағайда. Қапшағай суық, елки-палки, октябрь. Суық, дірілдеп отырмыз, біз купальникте отырмыз. Типа жазды түсіріп жатырмыз, типа лето у нас, но на самом деле капец холодно. Дыр. Не істейміз? Коньяк ішеміз, конечно. Мен барам. После. біз типа период кезінде Жоқ, съемка бітті. Бітейін деп жатыр. Но уже түн. А біз легкий рубашкамен, купальникпен жүрміз, да? Жаурақ Мен қалмау үшін, ауырып қалмау үшін. я просто никому ничего не сказала. На площадке вообще пить нельзя. Вообще это закон, кстати. Правило. Но енді до такой степени мне было холодно. Мен бардым, да? Бар тұр екен. Айттым, коньяк беріңізші дедім. Пожалуйста. Коньяк құйып. Желеп адамдар келіп жатыр, қасыма келіп жатыр. Бүкіл съемочный команда тұр бір уақытта. уже бітіп қойдық как раз сол Как раз съемка, я бітті, бәрі дір. И ішіп қызып алдық да, и ұйқы келмейді ана жақта. Әңгіме қызып жатыр. Фариза вечердің гүлі әндер. Таңғы сағат 5-те еще келесі смена басталады. Түнгі сағат 1 уже. 4 сағаттан кейін смена, екінші смена. Ұйқы жоқ. Әңгіме айтып жатырмыз. Мен ағылшынша айтып жатырмын деп болады түсінбей. бір уақытта қарасам мен реально ағылшынша сөйлеп Тупик дейді ғой, ступик деген тупик деп қойып. Керемет. Но, девочки, я, кстати, бросила алкоголь. Вообще не пью сейчас. Вообще, Да? даже вино, даже просекко. Я вообще не против алкоголя, на самом деле. Это очень-очень плохо. Но жаураған кезде не істейсің? Ауырмау үшін. Ауырмау. Я, кстати, сол кезде таңғалып қалдым мен. Менде в истории это было не в первый, это 3-й раз было. Потому что, почему, не знаю, именно күзде жазды түсіреді біздікілер. Сол не деді? Ноябрьда, августта түсіріп жатады ғой, типа жарық. Жоқ, На самом деле, дірілдеп тұрсың. түнде күндізді түсіруді айтсайшы. Да, такое тоже бывает. күндіз түнді түсіру. Иә. Кино сонысымен қиын сияқты кішкене же. Өзіміз қиындататын сияқты. Желіде благостройканы түсіру. Кстати, Бажа сериалында біздің тұрған благостроенный квартирамыз негізі жері болған. Я. Естеріңде бар? Я плакаттың өзі, да. Андай благостройканың терезелерін плакатпен жасап қойған. Иә. Мен сол кезде художник-постановщиктарға риза болдым. Вообще художники молодцы. Настолько было правдоподобно. Осы жолы өте жақсы жұмыс істеді мне кажется. И операторлар да бәрі. Вообще бүкіл Бүкіл команда. жағынан, иә? Күшті болды, маған қатты ұнады. Кстати, соңғы түсірілім күні, блин, вообще сен негізі бар ғой. Қандай бір Расчетливый адамсың. жоқ, ол мағынада емес, мына жобаның жалпы өте оң жоба екені, жақсы жоба екенінің белгісі болды деп Марат ойлаймын. аға сөйтіп айтты ғой маған, Иә. егер сен съемка біткен кезде босансаң, прям типа Все действительно будет хорошо деп. И қалай съемка бітті, соңғы съемочный күні ол болсын роддомға алып кетеді. Біз съемканың аяқталғанын тойлауға кетеміз. И келесі күні бізге жаңалық келеді. Вот, ол жоқ, сол күні. сол Сол күні. күні, сол түні босанды ғой. Да, Жоқ, сол күні таңда Сол босандым. күні таңда босанды. Олжас кешкісін келді маған. Мен кешке топқа уже роддомға кетті ғой, иә. Иә. И соңғы съемочный күні вот ол болсын босанды. И бәрі бүйтіп көзінің ретімен болып кетті, да? Иә. Вообще, Босяға, вообще ты молодец, на самом деле. Мынандай вот, короче. Бажан түсіріп жатырмыз. Аха. Бажаны түсірейін деп жатырмыз.
сол кезде мені кастингқа шақырады, дәстүрдің кастингіне. Кастингқа келем, кастингті айтады маған: Фариза, классно, иди, мы тебе позвоним. И мне через 3 дня маған звондайды Дастан: Фариза, сен күшті келіп тұрсың да, тағы да келе аласың ба видеопробаға? Я говорю, давай. Келем мен, короче, видеопробаға. Сөйткен кезде Дастан айтады: Фариза, короче, 3 қыз қалып тұрсыңдар. 10 қызды көрдік, 10 қыздың ішінен 3 қыз Алишерге ұнап тұр деді. Сен бір қызды айтты, Ақшолпан, не помню, как ее зовут, не помню, честно. Бір қыз деді, и Жазира Еркін. Жазира Еркін деген кезде көзім банка ғой менің. А Жазира же моя подруга. Ну, то есть не хочется с подругой соревноваться. Да, сосын қайттым үйге. Сосын сол келесі күні тағы видеопроба жасадық, сосын келесі тағы да подожди, сосын ертең хабарласамын деді, короче. Ертең точносын айтамын. Сен өтесің ба, или Жазира өте ма, или жаңағы 3-ші қыз өте ма. Дәстүрдің 2-ші частина. Я говорю, ладно. Это главная роль еще. Главная роль. Офигенная роль. Вообще жанр офигенный. Конечно, да. Хоррор прям. Вау, хоррор, да? Бір жағынан өткім келіп тұр, да, но вот құдай көріп тұр ғой, я не цеплялась за эту роль. Андай, өттім, өтпесе Жазира өтсе екен. Мен тіледім прям. Потому что Да, мен Жазира содан өтіп бір кетсе екен. апта бұрын я вот такое аудио записала. Қыздар, Да, представляете, да, осындай чатқа проект. жібереді ғой, короче. Ана Балжан, Айзат бәріміздің чатымыз бар. Иә. Сол чатқа Мен қыздар, жоқпын. мен дәстүрдің кастингіне бардым, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы я прошла, деп ше. Сондай аудиоға, ё-моё дедім. Құдай-ай, Жазира өтіп кетсе екен. Вот клянусь, я прям желала этого. Я говорю, Құдай-ай, Жазира өтіп кетсінші. Вот я реально желаю. Дедім да, особо қатты мен неткен жоқпын, не парилась. Сөйттім да, жүрім, Бажан съемкасына дайындық басталып кетті, короче. Түсіп жатырмыз ба, уже не помню. Сонымен келесі күні Жазира чатқа жазады, Айзат жазады: қыздар, есіңдерші, там бірдеңке, короче, чай ішеміз. Сосын Жазира екеуміз барамыз. Именно в этот день, кстати, нам пишут, типа, нам должны написать, да, кім өтті, кім өткен жоқ. Сонымен отырмыз, мен жүрегім. И Жазира говорит, сағат 8-дерде айту керек ответін. Жаным. Сағат сана отыр да былай. Сағат 8, сағат 6 өтті. 2 сағат қалды. А я такая, ёптық. И сағат ровно 7-де кетіп қалам ғой мен, короче. Мен қыздар, стоматолог іздеуім керек мен. Это вот так было, я Да. думаю, Мен чё? стоматологияға барайын, иә? Мен тісім ауырып жатыр, мен стоматологқа баруым керек, короче. Деп кетіп қалам. Стоматологқа апарып тастайсың дейсің, по-моему. Апарып Иә. тастайсың мені. Сосын мен кетем, ол стоматологқа кіремін да үйге кетем, үйде отырамын. Ё-моё. И мне звонит, сағат 8-де емес, 9-да звондады маған Дастан. Звондайды, Фариза, сен 99% өтіп тұрсың. 1% қандай деймін ғой. 1% өтпей тұрсам, әлі өткен жоқпын ғой, я деймін ғой мен еще. Надежда, да, что сен өтіп кетесің, короче. Жоқ, негізі өтіп тұрсың. Просто мына жерде бір вопрос бар, шашпен байланысты. Шашты кесе аласың ба, жоқ па? Кесе алмаймын дедім мен сразу. Кесе алмаймын, потому что менде проекттер бар, менде не могу, короче. Сонымен келесі күн, онда тағы бір күн бер деді. Тағы бір күн. Сөйтіп, короче, келесі күн звондады. Все, короче, өттің, Фариза. Я не знаю, как сообщить Жазираға. Жазира екеуміз мынандай подругамыз. Плюс еще Бажада екеуміз скоро съемка басталады. Қатты күтіп жүр еще. Мен айта алмаймын ше. А мен еще сол күні Предательство сияқты, понимаешь? И мен все айтқан жоқ, өтірік айттым маған. Маған ешкім звондаған жоқ. Да, а мен еще сол күні кешке қыздарға аудио жіберемін. Ой, девочки, представляете, меня не утвердили, говорю. Ладно, уже все, типа. Такая, иду грустная во дворе. Типа, ну ладно, вообще. По сути, мое от меня не уйдет. Что я парюсь, типа, просто у меня такая осталась привычка нервничать по кастингам. Я такая, ладно, деп. И что-то проходит время. Ты что-то. Фариза бір күні айтады. Андай да, айнаға қарап отырып, аузға шығып кетті да оның. Блин, ана новый проект шашымды қи деп, все равно спорить етіп жатырмын мен. Не десем екен айтты да. Жоқ, оның алдында сен естіп қойдың ғой. Естіп жоқпын, одан жігіттерден естіп қойдың сен. одан кейін естіп А, қойдым да? мен.
Что за проект деймін ғой, мә шаш кесетін. Интересно же, что за проект? А, там какой-то, я не знаю, оған әлі өткенде жоқпын деді да, анда что-то как отфутболила, думаю, ладно. Енді пока өтпейінше айтқысы келмейді ғой деп. А потом, короче, Фариза площадкада жоқ, Маракешалар әңгіме айтып отырып. Фариза ертең дәстүрдің съемкасына кетеді, бірдеңе дейді да. А мен бұның кастингке барғанын даже білмеймін ба, сондай бірдеңе. Біз еще подругамыз ғой. Я такая, блин, ее что, утвердили? Да, уже как месяц, деймін, бірдеңе дейді. Я такая, да? И я начинаю понимать, что, скорее всего, ол маған андай көңіліме тигісі келіп айтқан жоқ. Көңіліне реально. Мен айттым, потом мен келіп айттым ғой, Жазирка, честно. Мен сен көңіліңе тиіп кете ма деп осылай айтқан жоқпын, прости меня, пожалуйста. Жан, сол, ну что ты? И Жоқ, вот на самом деле, вообще то, что... Я вообще... Консерватив бар ғой. Нет, то, что... Сонымен біздің подкастымыз өз мәресіне жетті. Барлықтарыңызды 26 ақпаннан бастап Марат Оралғазин YouTube каналынан Бажа сериалының 2-ші маусымын көруге шақырамыз. Да, көріңіздер, вообще, это будет самый офигенный сериал в истории. Точно. Сосын біздің басқа да құпияларымызды сол жақтан көруге болады. Қыздардың қандай екенін білгілеріңіз келсе, еркектердің негізі қандай екенін көргілеріңіз келсе, осы Бажа 2 сериалын міндетті түрде қараңыздар. Бізде қатты сағындық. Вообще. Бажа 3 болсын десеңіздер, лайк, коммент. Иә. Кімнің кринжовый историясы қатты қызығырақ болды, соны да жазып кетіңіздер. Сен екенін біліп тұрсың ғой. Қой, ол болсын, рахмет айналайын. Мына бағдарламам құтты болсын. Қош келдіңдер.